Ассалаумағалейкум достар. Осы ойын арқылы сіздер салымсыз түрде өздеріңіз Каспи голдтарыңызға ақша таба аласыздар. Бейнероликті соңына дейін көріңіздер. Сіздерге қазір бастан аяққа дейін бұл ойынды қалай дұрыс ойнап, қалай майнингті дұрыс қосу керектігін және бұл жақта выводты қалай дұрыс жасау керектігін соны сіздерге толықтай көрсететін боламын. Көрсетпестен бұрын достар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл жақта сіздерге пайдалы ақпараттармен бөлісемін және де сіздер интернеттен табыс таба аласыздар. Ең бірінші біз Telegram ботқа өту керекпіз. Ол үшін менің Telegram арнама кірдіңіздер. Telegram арнамның сілтемесін қалай табасыздар? Менің YouTube арнамның басты мәзірінде мына жақта сілтеме тұрады. Именно менің Telegram арнама. Осыны басасыздар, сіздер бірден өзіңіздің Telegram приложениесі кіресіздер и Telegram аккаунты осы лақтырады. Кіргеннен кейін бізде закреплен сообщение назар салсаңыз, мен аққа салып қойдым закрепке. Осы постты тауып аласыздар, мына төмен жақта Telegram ботқа өту деген түйме тұрады. Осыны басасыздар, басқаннан кейін сіздер мына ойынға өтетін боласыздар. Жақсы, біз ойынға кірдік. Енді бұл жақта майнингті қалай қосамыз, қалай прокачка жасаймыз. Негізі бұл стратегиялық ойын, кәдімгідей ұзақ. Сіздер бұл жақта табыс табу керексіздер. Табыс табуға жету үшін біраз бұл жақта еңбек істеу керек. Бастапқы назарда бұл жақта ең бірінші назар аударатын бізде 8 шахта бар. Бірінші шахты мен 6-шы шахтаның арасында сіздер қола монета табыс алып отыратын боласыздар. Қола монета. Ал 7 мен 8-шіде біз күміс монетаны аламыз. Күміс тиын деп айтайын. Күміс тиындарды алып отырамыз. Күміс тиынның құны бар. Сіз күміс тиынды тон криптовалютасына ауыстырасыздар, а тонды USDT ауыстырасыз, одан кейін Каспи голдқа шешіп алатын боласыздар. Қазір сондықтан сіздер бұл жақта табыс табу үшін сізге 7-ші немесе 8-ші шахтаны ашып, сол жаққа майнерларды шақыру керек, яғни гоблиндерді. Жақсы, мысалы ретінде алайық. Мен шахта 2-ні қазір сәтте почти полностью прокачкасын жасадым десем де болады. Шахта 2-ні таңдайын. Қазір сәтте менің мысалы майнинг жүріп жатыр. Собрать деген басамын. Мысалы, залежка сутки дегенді басасыздар, мына жақта левелді көбейту керексіздер. Максимально көбейтесіздер. Инвертарға өтесіздер. Тоже бұл жақта максимально көбейту керексіздер. Егерде бұл жақта сут, яғни сағат сайын доход көп болу үшін. Телешканы тоже нақты үлкен алу керексіздер. Бұл телешкан пайдасы не десеңіздер, яғни сіздер бір рет собрать деген басасыздар. Мысалы 8-9 сағаттан кірсеңіздер, сіздің осындай үлкен ұлғайтылған телешкаңызға көп монета жиналып тұрады. Логично, да? Ал егерде кішкентай телешка болса, онда сіздер майнингтарыңыз тоқтап қалады. Мысалы 5000 жинайтта тоқтап қалады. Поэтому бұл жақта именно осы телешканы, инвертар, жалпы осы барлығын прокачканы максимально жеткізу керексіздер. Персонал деген бөлімге өтейік. Бұл жақта қараңыздар. Слот 1-ден бастап слот 15-ге дейін бар. Бұл жақта 45 гоблин бар. Сізге негізі 45 гоблин сатып алуға рұқсат етілген. Бір гоблинді сіз бір ретқан сатып аласыздар. Сондықтан мынақта 45 гоблин бәрін сіз сатып алу керексіз, чтобы сіз максимально бұл жақта монетаны табу үшін. Қайтадан артқа өтейік. Енді қараңыздар, мына жақта менде 200-500 залежи сутку дейді. Яғни ол жақта көрсетіліп тұр. Майнер менде 45 гоблин жұмыс істеп жатыр. Және де менде емкість телешки 20 000 монета. Жақсы. Бұл енді шахта 2-дегі барлық движение десек болады. Шахта 1-ге өтсем, бұл жақта менде ешқандай майнерлар жоқ, ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ, бұл жақта ешқандай пайда түсіп жатқан жоқ. Негізі осы шахта 1-ге де майнерлар жинап, полностью прокачка жасап, сіз табыс табуға болады. Бірақ та шахта 1-де біз монетаны аз табамыз. Сондықтан бұл жақта көбінесе 6, 7, 8-ге назар аударып, бұл жақтан ашу керек. Бірақ бұларда ашу үшін өзінің определенный суммасы бар. Давайте 3-ті алайық қараңыздар. Сена открытие, яғни осы шахтаны ашу үшін сізге 200 000 қола монета төлеу керек. Егер сіз осы шахтан ішінде барлық нәрсені полностью максимально прокачка жасайтын болсаңыз, онда сіз бір тәулікте 400 000 монета жинап отырасыздар. Бұл шахта 3-ші номерден ғана. Одан бөлек, мысалы, шахта 3-тен 400 000 монета аласыз, шахта 4-тен, мысалы, дополнительно тоже бұлақта монета аласыз. Каждыйынан, мысалы, сөйтіп монета жинап отыратын боласыздар. Сондықтан, каждый шахтын сізге прокачка жасау керек. Ол кәдімгі біраз уақыт.
Негізі түсіндіңіз деп ойлаймын қалай прокачка жасау керектігін. Ендігі сәтте сіздер мысалы кез келген уақытта кіріп мына собрать деген басып отырасыздар. Егер де сіздің тележкаңызға толып кететін болса, онда бұл жақта майнинг тоқтап қалады. Сондықтан назар салып жиірек кіріп жүрген дұрысырақ деп ойлаймын. Енді бағана айтып кеткендей, мысалы сіздер бірінші бұл жақта қола монетаны жинайсыз, и когда сіздер мысалы ең біріншісіне өтейік, қазір қайтадан шахтаға. Жетіні ашу үшін бізге 50 миллион нақты осындай қола монета керек болады. Бұл біраз уақыт керек болады. Одан кейін бірақ та егер де осы 6-шы уровеньді ашсаңыздар, сізге 24 сағатта 100 мың серебро монета беріп отырады екен. Негізі мен өзім логично есептеген бойынша бұл жақта сіздер күнделікті 1000 теңгеден табыс таба аласыздар. Оны қазір түбінде тоже тағы бір түсіндіріп айтып кететін боламын. Одан бөлек бұл жақта партнерская программа бар. Яғни адамдар шақырасыздар өздеріңіздің сілтемелеріңіз арқылы, и сіздің әр адам шақырғаныңызға 3000 осындай қола монетасы беріледі, плюс нақты пайызын сіздің сол жақта тауып отқан пайызын 5% ұстап отырып сізге бонус ретінде төлеп отырады. Мысал ретінде мен 227 рефералдардың арқасында 1 547 216 монета тапқан екенмін. Мысалы нақты партнерский балансын собрать басып отырамын, и на счетқа маған түсіп отырады. Өзіңіз жеке сілтемеңізді алу үшін копировать ссылку деген басасыздар, осы сілтемеңізді аласыздар. Ал егер де мына сілтеме сізге скопировать етілмей қалса, мысалы ретінде қазір көрсетіп кетейін, аяқта түспей қалады кейбір. Жоқ, түсіпті. Бұл багты өзгертіпті. Яғни істеген екен, жақсы. Артқа өтейік. Ендігі сәтте бізге мысалы сіздер серебро монетаны жинап қойдық дейік. Ол үшін серебро монетаны мына мирді осы сереброда сізді ашылатын болды, пока что енді ашылмаған. Экспедиция деген нәрсе бар. Экспедицияның пайдасы не десеңіздер, отправляйте гоблинов в экспедиции и зарабатывайте монеты. Мысалы ретінде мен мына жақта 10 мыңға мынандай самолет деп айтайық, яғни самолетті жіберген болатынмын. 71 сағаттан обратно келеді, және де маған бұл монета алып келеді. И және де тағы бір басқаша плюшкаларды алып келетін болады. Сондықтан бұл жақта бәрін жер қойған дұрыс деп абзалырақ деп ойлаймын. Мысалы мынаны отправить деп басамын. Төменге түсемін, подтвердить деген басам. Все, мен жер қойдық, и қарап тұрсаңыздар 48 сағаттан келеді екен. Ең арзан велосипедті да. Подтвердить деген басам. Бұл қанша уақыттан келеді? 1 сағаттан келеді екен. 1 сағатта бізге уже табыс алып келетін болады. Одан кейін игры деген бөлім бар. Бұл бөлім енді әлі ашылған жоқ, сондықтан біз бұны аттап өтетін боламыз. Другое. Дорожная карта, өздерінің мақсаттары қандай екен бұл жақта көрсетілген. Енді бұны сіздер қазып алып көрсетпей қойын, бұл қатты маңызды дүние емес. Реферальная гонка. Рефералдардың арасында бұлар конкурс жүргізеді. Мысалы 155 сағат біткеннен кейін 1300 тонкоин бөлінеді. Менің ойымша бұл жақта алу мүмкіндік жоқ. Все-таки бұлар жайдан жай 1300 тонкоин береді деп ойламаймын. Мен қазір 180-ші орында тұрған екенмін. Бұл жақта қателеспесем 250 адамға таратып береді. Мен 180-ге қазір түссем, мысалы бармын ба? Бармын ба? Төменге түсейік. Мен 180-мін ап деп тұр, яғни апок. Мен бұл жақта 2 тонкоин алады екен. Егер осы списті ілініп тұрсам, онда 2 тонкоин ол $10 тең. Теңгелей шаққан кезде 5000 теңге. Жақсы. Мынандай осы реферальная программадан тоже мен табыс табады екен. Егер де осыны сақтап тұрсам. Баунти. Баунти қараңыздар. Сделай контент про игру, опубликуй его в любых социальных сетях. Ол мүмкін бізде YouTube болуы мүмкін, TikTok болуы мүмкін, Telegram болуы мүмкін, Twitter болуы мүмкін. Кез келген социальный сеттерге осындай пост жасайсыздар. Мысалы мен қазір ғана пост жасадым. Бұның сілтемесін, мысалы қазір сіздердің көздеріңізге салатын боламын. Копировать ссылку деймін. Так, мына жаққа түсемін. Ссылканы қоямын. Отправить деген түймені басамын. Мына жақта егер сіз өзіңіз автор болсаңыз ғана салу керексіз. Ал егер біреудің контентін салатын болсаңыз, сіздің аккаунтыңыз бан алып қалады. Сондықтан бұл жақта тек қана өзіңіздің заттарыңызға салыңыздар. Так, бізде бірдеңке деп шықты. Қайттан отправить деп басайын. Подтвердить. Әзірше ошибка шығып тұр. Мен ойымша, мен қазір етекті бір постты проверка жер қойып, мүмкін осыны қабылдағаннан кейін екіншісін
на рассмотрение көретін шығар. Сондықтан жарайды, күте тұрамыз. Егер де мына проверка өтіп болғаннан кейін маған Toncoin ретінде маған осы жаққа криптовалютаны беретін болады. Мына жақта вывести на кошелек деп басасыздар да өздеріңіз Toncoin кошелегіңізге шешіп алатын боласыздар. Немесе привязать дейсіздер да өзіңіз Toncoin кошелегіңізге автоматически түсетін болады. Ол үшін другой деген бөлімге қайтадан өтейік или артқа шығып кетейік. И мына жақта баланс деген бар. Балансты басасыздар, привязать кошелек деген басамыз. Мына жақта Tonkeeper'ді тіркесеңіздер болады. Немесе басқа да биржалар тіркеуге болмайды екен, сондықтан міндетті түрде бұл жақта Tonkeeper екен. Бірақ та қарап тұрсаңыздар, мына жақта укажите сумму дейді, вывести средства. Негізі мына жақта вывести средства деп басып, негізі биржаға да шығарсаңыздар болады. Привязать баспайық, мына жақта вывести средства деп бассаңыз болады. Минимальный вывод 1 Toncoin екен. Енді рекламалардан жақсы береді деп естіп отырмын, сондықтан реклама салып, бұл жақта Toncoin тапсаңыз болады. Балансты айтып кеттім. Енді обменға келейік, яғни сіздер серебро монета жинап болғаннан кейін, мысалы 1 миллион серебро монета жинаңыз, оны сіз Toncoin'да ауыстыра аласыздар. Toncoin'ға 1 миллион конвертер бойынша 1 миллион серебро монетамыз, ол 2 Toncoin. Яғни 10 USDT теңгеге жақын кезде 4800 теңгедей болады. Яғни 1 миллион серебро 4800 теңгемен тең. Сондай. Сөйтіп сіздер 1 миллион серебро жинаған кейін уже табысыңызды ала бересіздер. 1 миллионды басасыз, подтвердить басасыз, и сіздің шотыңызға түсетін болады. Егер Tonkeeper шешетін болсаңыз, онда автоматически түседі. Осылай достар, мына майнингті жиі кіріп отырып, просто мына жақта прокачка жасап, каждый шахтаны и нақты собрать деп басып отырсаңыздар, и кейін 7-8-ге жеткен кезде уже анық табыстарыңыз табатын боласыздар. Сондықтан ерінбей деп табыс тауып көрдіңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау саламатта болғанша.